Сәлеметсіңдер ма оқушылар? Бұл бөлімдегі тапсырмалар визуалды қабылдауды, егжей-тегжейге назар аударуды, кеңістікте ойлауды жаттықтырады. Сонымен қатар бүтін мен бөліктер арасындағы байланысты талдауға үйретеді. Оқушылар, міне бүгінгі біздің тақырыбымыз өте қызықты тақырып. Суреттің мына жердегі түсіп қалған бөлігін табуымыз қажет. Енді ол үшін біз түсіп қалған бөлігін табу үшін ойымызбен мынандай қылып сызуымыз керек. Мына жерде түсіп қалған бөлікті былай жалғауымыз керек. Сонда ана варианттардың ішінде қай жауап сәйкес келеді, соны анықтаймыз. Мұны былай қарайтын болсақ, бізге мына жерде мына бөлікте түсіп қалған екен, мына жері де бар екен, мына жері де бар екен, бояу керек. Сонда жауабы Г жауабы болады екен. Дөңгелектің жалғасын ойымызша былай жалғаймыз. Ойымызша сол кезде ойлау қабілеттерің дамиды. Кеңістікте ойлауларың дамиды. Яғни визуально мыналарды жасауға үйренесіңдер. Ол өте пайдалы жаттығулар бұлар. Мен сендерге қалай жасалады, қалай ойша олай жасайсыңдар, соны көрсетіп жатырмын. Ойларыңша өстіп осыны жалғайсыңдар. Сонда мына жердегі қайсы дұрыс вариант, соны табасыңдар. Енді қараңыздаршы. Мына жерде бізде енді екі суреттің екі бөлігі ғана түсіп қалған. Екі бөлігі түсіп қалған. Мына екі бөлік мына жердегілердің қайсы екенін анықтауымыз керек. Ол үшін біз мыналарды тағы да ойша жалғаймыз. Мына жерінен бастап, мән береміз. Бұл тапсырмалар барған сайын күрделенеді. Сол үшін өте мұқият болуымыз керек. Мен мыналар сызып жатқан көк сызықтар, соларға өте мұқият боламыз, санаймыз, ортасындағыларын оранжевый қылып сызып елестетеміз. Енді мынау точно мына жерге келетін бұл емес, сол сияқты. Одан кейін мына жақта да мына бір нелеріміз біздің былай қисығынан тұру керек. Ол мынау аға келетін сияқты. Солай ма? Сондықтан соған өте қатты мән беріңдер. Ал 10-шы сұрақты да бір талдап көрейікші. Мысалы, бізде бұл жерде күн сияқты мына бір суреттер бар екен. Мына жері осылай, күннің боялған жері осылай тұру керек. Оның сыртында мынау көк кішкентай дөңгелектер болу керек, бұлай деген сияқты. Енді мына жақта да күннің жартысы мына жерде көрінбей қалып тұр бұлай. Соларды толықтырамыз. Ойымызша осылай толықтыруды үйренеміз, ойша жасап үйренеміз. Мына жақта да күннің бір несі бөлігінің. Мына жақта қалай болу керек? Мына жерде үлкендеу болу керек па күн? Соған мән береміз, қандай бөлігі көрінбей тұр, қандай бөлігі қалып тұр деген сияқты. Сонда мынаның нұсқасы мына жақтардан қайсы болады бізде? Мына аға сәйкес келеді. Бізге үш жағы да мұны астынан төменнен мынау тұр, екі жағынан мынау тұр, сонда аға сәйкес келіп тұр. Ал мынаның варианты ше, мына В бола ма или Б бола ма? Соған назар аударыңдар. Бізге мына жақта қайсы кішкентай ғана бөлігі түсіп қалған, ал мынаның үлкен бөлігі, күннің үлкен бөлігі түспей қалған. Сондықтан біздің жауабымыз осы ма? Әлде Б ма? Әрине ол Б, Осыларға назар аударып жасаймыз, ал сендерге сәттілік.